Баршаларыңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Мені қолдап, арнама тіркеліп кетіңіздер. Және видеоны бағалап, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бүгін сіздермен оңай әрі күнделікті дастарханға да, немесе мерекелік дастарханға да жасалынатын оңай аз ғана ингредиенттерден жасалатын салат түрімен таныстырғым келіп отыр. Ең алдымен жұмыртқадан блинчикті сияқты пісіріп алып, жұмыртқаны соломка қылып, яғни блинчикті тураймыз. Одан кейін помидорды соломка қылып тураймыз. Келесі кезекте бізде колбасаны соломка қылып тураймыз. Келесі кезекте бізде қиярды, яғни огурцыды соломка қылып тураймыз. Болмаса теркадан өткізсеңіздер де болады. Ең соңғы этапта бізде фри, бұны пісірсеңіздер де болады, немесе дайын фриді алып қойсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Және ең соңғысында майонезді қосамыз. Арасында кішігірім тұз араластырсаңыздар да болады. Міне бүгінгі өте оңай әрі тез дайын болатын салат түрімен таныстырдым. Міндетті түрде үйлеріңізде жасап көріңіздер. Және де каналыма тіркеліп, өз лайктарыңызды, комментарияларыңызды жаза отырыңыздар. Рахмет, ас болсын.